Қайырлы күн менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңдағы хит болып жатқан карамельный пирогының жасалуы өте оңай пирогмен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттарымыз мына жерде. Барлығын дайындап, алдын ала дайындап қойдым. Үй температурасында тұрған сары майымыз. Барлығының грамын видеоның астында описанияға қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Сары майды салып, қопсытқыш пенен ванилинді салып, еленген ұнымыздың үстіне салып елейміз. Bir келкі қамыр қылып. Осылайша май менен ұнды жақсылап, үгітіп, елеп, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған ұнымыздың үстіне менде жұмыртқамызды саламыз да, шекерімізді да салып, жақсылап қозғап араластырып аламыз. Осының үстіне жұмыртқамызды салып, bir келкі масса қамыр қылып елеп аламыз. Осылайша барлығын елеп, еуін қандырып аламыз қамырымызын. Менде мына жерде жұмыртқаны салып, елеп аламыз қамырымызды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Қазағымыздың каналын дамытуға үлестерімізді қосып, қазақша рецепт каналдарымыздың дамуына үлестерімізді қосып, пікір басып, лайк басып, қолдау білдіріп кетейік достар. Міне менің қамырым еуі қанып, осылайша пакетке саламыз да мұздатқышқа салып қоямыз. Холодильникке салып 10-15 минутқа салып қойсаңыздар болады. Мен осылайша 10-15 минутқа салып қойдым. Менде мына жерде вареный сгущенканы аламыз да ыдысымызға саламыз. Менде үй температурада тұрғандықтан осылайша сұйық масса болып тұр. Мұздатқышта тұрса шамал қоюлау болып тұрады. Мына жерде қаймақ 20%-дан жоғары қаймақ болса өте керемет болып шығады. Мына жерде де какаомызды да саламыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, ванилинді саламыз да жақсылап араластырамыз қолымыздың көмегімен. Bir ванилин саламыз. Барлығының грамын описанияға қалдырып кететін болам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болады. Келген қонақтарыңыздың алдына ұялмай ұсынсаңыздар да болады. Балаларыңызға шаймен ішкенге өте керемет болып кетеді. Міне достар, осылайша жақсылап араластырып аламыз. Менің каналымда түрлі рецепттерді таба аласыздар. Сол жерден қандай тағам керек болса, тауып көріп жасасаңыздар болады. Егерде қандай тамақ ұнайтын болса, сол тамақтың рецебін сұрасаңыз жауап беретін боламын. Міне осылайша барлығын қозғап болғаннан соң қамырымызды мынандай тапамызға аламыз. Менде 24 диаметрлік тапа. Осы тапамызға жасап барлығын жасап аламыз. Қамырымызды бір тегіс қып жасап шығамыз ішіне. Жасап болған қамырымыздың ішін шанышқының көмегімен осылайша бір тегіс тесіп шығамыз. Тесіп болған қамырымыздың үстіне осылайша бетіндегі құймасын құямыз. Міне достар, осылайша барлығын қойып, шеттерін тегістеп аламыз болғаннан соң. Шеттерін тегістеп болғаннан соң тапаны 1-2 қағып жібереміз да, менде 160 градустағы температурада пешкаға 30 минут 40 минутта пісіріп алдым. Әркімнің пешкасы әртүрлі пісіреді. Менікі ортасы шамал былқылдап тұрғандықтан жақсылап суытып аламыз. Суытып алған пирогымызды тападан шығарамыз да бетіне
Kokos септім осылайша. 1-2 сағатқа холодильникке қоямыз. Суығаннан соң кесеміз. Бетін әсемдеу үшін қандай жеміс жидек қойсаңыздар да өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Маған үйде кокос болғандықтан кокосты сеуді жөн көрдім. Осылайша кесіп көреміз. 2 сағаттан кейін мұздатқыштан алып, осылайша болып шықты. Міне достар, менің тортым өте керемет дәмді болып шықты. Бір жасағаннан керемет болатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.